Сәлем, қалайсыз Гаухар? Бүгінгі күніңіз қалай өтті? Сәлем, Райлан. Жақсы, шүкір, жақсы өтіп жатыр күнім. Енді ораза болғасын кішкене ұйықтап алғаным бар. Сосын сіздердің сұхбаттарыңызға келдім. Алғашқы сұрағымызды бастайық ендеше. Жалпы Гаухар, сізді біз жаттықтырушы ретінде білеміз. Түрлі марафондар ұйымдастырып жүрсіз. Өзіңіздің осы жобаңыз Run Club туралы айтып беріңізші. Шығу тарихы қалай, негізі қаланды, сол туралы. Run Club Атырау жалпы 2019 жылы құрылды. Өзім 2018 жылдан бастап марафондарға қатысып, өзімнің қызығушылығыммен жүгіріп бастадым. Одан кейін біздің қаламызда Nike спорттық дүкені бар. Соның жаңағы басшысының маған ұсыныс жасады. Осындай клуб ашылайық. Тегін түрде өзің келіп жаттықтыратындай етіп, осындай орта құруға қалай қарайсыз деген сияқты ұсыныс берілді. Содан кейін мен ол кісімен жұмыс жасауға келістім. Сөйтіп, осылай Run Club Атырау деген клуб ашылып, тұрақты түрде аптасына 3 рет жаттығуымыз жүріп тұрды. Осыдан енді адамдардың қызығушылығының арқасында осындай үлкен қазіргі таңда клуб болып құрылып тұрмыз енді. Қазіргі енді таңда бізде 70-ге жуық қатысушымыз бар. Одан да бізден кеткенде де қазіргі таңда жүгіруді тастамай, ары қарай да дамып, спортты алып жүрген де достарымыз бар. Қаланың түкпір жерлерінде. Енді осы 24-ші жылы біз ең бірінші шағын түрде жарыс ұйымдастырып көрдік. Себебі бізге қызық болды адамдарды. Осылай жарыс арқылы қызығушылықтарын одан сайын арттыру, көптеген адамдарды осы жүгіруге әкелу ғой, тарту біздің мақсатымыз. Содан ары қарай өзіміз қызығушылығымыз одан сайын артып, 25-ші жылы біздер бірнеше жарыстар ұйымдастырдық. Сіздер білетін боларсыздар, қаладағы осы ең ауқымды, ең бірінші бастаған Сарайшықта, Махамбет ауданында Сарайшықта марафон ұйымдастырдық. 5 километр, 3 километр жүгіру жарысын ұйымдастырдық. Одан кейін Жазыран деген бізде жыл сайын болатын өзіміздің жобамыз. Бұл стадионда, олимпийский дистанция дейді ғой, сондай. Біз қалай басталдық, біреуін айтсам, біреуін ұмытып жатырмын. Бізде ұйымдастырушылар тобы бар. 5 адамнан құралады. Оның ішінде жобаны барлығын бірлесіп енді ақылдасамыз. Дизайнер бар, пиар-менеджер деген сияқты, рекламамен айналысыр, жарнамамен айналысатын, және де осының барлығын біздер енді қаражат жиналамыз, слоттар біздер енді өзіміз осылай ұйымдастырғасын, коммерческий деп айтайлы, коммерциялық болғасын адамдар ақша төлеп қатысады. Біз өзімізде жарысқа қатысатын болсақ та, өзіміз әрбір жарысқа слот аламыз. Стартовый набор деп айталы, спорттық сөре жиынтығын алғанда да біз ақша төлеп қатысамыз ғой. Сол сияқты қаражаттың барлығын есептейтін Айман, бізде дизайнер Аблай, Құдас пиар-менеджер Рахметолла деген жігіт бар. Ол рекламамен айналысады, жарнама. Осы 5 адамнан құралған ұйымдастырушылар тобы осы жарыстардың бәрін алып келе жатырық енді. Қазіргі таңда біздер тұрақты түрде осы аптасына 3 рет жаттығуымыз жүріп тұрады. Әрбір адам келіп біздерге жазып қатыса алады, иә. Енді өзіңіздің жалпы бұл жүгіру спортымен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Жалпы жүгірушілерді бір мотивацияда ұстап тұру үшін қандай да бір әдіс қолданасыз ба? Кейбір адамдар енді тастап кетіп жатады бұл спорт түрін деген сияқты. Енді адамның өмірінде неше түрлі жағдайлар болып жатады ғой, енді бір определенный бір тұрақты бір әдіс деп айта алмаймын. Біз енді орта болғасын бірімізді көреміз, жарысқа барамыз, әлеуметтік желіге салады, адамдар қызығады бір-біріне, мақсат қояды. Сол мақсатқа ол кісі жетсе, ол да қатысқысы келеді деген сияқты. Сондай бір адам өзі қызықса, меніңше өзінің желаниесі деп айтады ғой.
қызығушылығы, ниеті болса, ол адам бәрібір де тастамайды, ары қарай алып жүреді деп ойлаймын. Өзіне қойылған жаңағы мақсатына жете алады деп. Жалпы жүгіру бір мінез құлыққа әсер ете ме, қалай ойлайсыз, психологиялық тұрғыда? Енді денсаулыққа әсері бар екенін біз бәріміз білеміз. Жалпы мінезді бір өзгертуге. Мен ойымша жүгіруден жаңағы сіз айтып кеткендей тек қана денсаулыққа пайда емес, ол жаңағы адамдардың психологиялық тұрғыдан күшейтеді, күш береді, өз-өзіне сенімділік береді, табандылық деп айтады ғой, табандылық, төзімділікке бір үйрететін спорттың түрі жалпы. Гаухар, енді кейбір әйелдерде, жалпы қоғамда әйелдердің көпшілігі осы спортқа уақыт табу қиын деп жатады. Енді әркімнің әртүрлі бір міндеттері бар, жұмыс деп жатамыз, отбасы деп жатамыз. Осындай жағдайда спортты біз қалай үйлестіре аламыз? Бір графигімізге қосып дейтін сияқты. Бір өзіңізде бұндай қиыншылықтар болды ма? Қиыншылықтар болады енді, ол өзің үйдің шаруасы, отбасы бар, жұмыс бар, бірақ әрбір әйел өзіне уақыт қойып білу керек деп ойлаймын. Әйел адамға келетін болсақ, біз егер өз-өзіне уақыт арнау қажет, себебі жаңағы үйдің тіршілігі, жұмыс ол бітпейді деймін да. Бір осылай аптасына 3 рет бір сағаттан өзіне арнаса, меніңше ол бір өзінің өміріне көп пайдасы тиеді деп ойлаймын. Бір жүгіруде өзіңіздің бір қолданатын кеңестеріңізбен бөлісіңізші, лайфхактарыңыз болса мүмкін. Мен енді жалпы өзім кеңес бергенде асықпа деп айта аламын. Жайлап біртіндеп үздіксіз қадамдар арқылы, үздіксіз жаттығулар арқылы бір деңгейге бәрібір де жетеді адам. Мен өз басымды алатын болсам, мен 3 жыл болды, мен марафон жүгірем деген өзімде бір не болған жоқ. Біртіндеп мен осы толық марафонды игеру, жаңағыдай өзіме мақсат, кішкентай бір мақсаттан бастау керек деп ойлаймын да. Соған жайлап дайындалса, адам оған жете алады. Және де жүгіргенде де біз енді бастапқы жаңадан келген қатысушыларға айтатынымыз, жүгіруді жайлап бастау керек, жай қарқынмен жүгіріп бастау керек. Барып бірнеше километр сразу бастап кетпеңіз. Жайлап келесіз дегенде біртіндеп сондай кеңес бере аламын. Демек, кішкентай бір қадамдармен үлкен бір жетістікке жете алуға болады, Енді осы орайда сізден бір сұрағым келеді. Алда бір өзіңіздің жоспарларыңыз бар ма? Мүмкін бір әйелдерге арналған марафон ба? Алдағы бір жоспарларыңызбен бөлісіп өтсеңіз осы бойынша. Алда енді осы 26-шы жылға біздер кәдімгі күнтізбе қылып жоспарлар қойдық. Жаңа ұйымдастырушылар тобымызбен бірлесіп бірнеше жобамыз бар. Ол ең жақыны қазір әйел адамдарға арналған 8 наурыз мейрамына қарсаңына біздер жарыс ұйымдастырып жатырық. 3 километр, 5 километр. Жас санатына да бөлінеді. 35 жасқа дейін, 35 жастан кейінгі 2 жаңағы марапаттау кезінде бөлінетін жас санаты. Бұл тек қана әйелдерге арналған, Тек қана әйелдерге арналған. Қалада бұндай жарыс болып көрген жоқ. Алғаш рет ұйымдастырып жатырық. Енді бұйырса сәтті өтеді деп ойлаймын. Жалпы 250 адамды құрап тұр. 250 адам толығымен тіркелді. Біз соған дайындалып жатырық. Осы жексенбі күні ала берсе болады. Тамаша, сәттілік тілейміз жобаларыңызға. Гаухар, енді мына сөзді бір жалғастырып айтып кетіңізші. Жүгіру бұл сіздіңше не? Сипаттап бір айтып берсеңіз. Жүгіру, менімше, бір сөзбен айтқанда, бұл еркіндік деп білем. Себебі жүгіру кезінде өз-өзіңмен қаласың. Өзіңмен бір іштей сөйлескендей боласың. Сол бір сөзбен айтқанда еркіндік деп білем.
Гаухар, енді алда 8 наурыз халықаралық әйелдер күні келе жатыр. Әйелдерге бір өзіңіздің жылы лебізіңізді білдірсеңіз, осымен кішігірім сұхбатымызды аяқтасақ. Әйел адамдарға келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Ең бастысы денсаулық тілеймін. Алға қойған жоспарларына жетуіне тілекшіміз. Және де осы бізде Атыраудан көпшілігі осы марафонға қатысайын деп жатыр. Бәріне сәттілік тілейміз. Алдағы жобаларымыз да көп болайын деп жатқан. Онда да біздің парақшамыздан көре аласыздар. Барлық нәзік жандыларға тек қана бақыт, отбасыға мол табыстар тілеймін. Сізге көп рахмет, Гаухар, уақыт бөлгеніңізге. Сізді де мерекемен құттықтаймын. Алдағы жобаларыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет көп. Сіздерге сәттілік. Рахмет шақырғандарыңызға. Сау болыңыз. Сау болыңыз.